Армысыздар сұлуларым, мінекей көптен күткен көктемде келді. Бүгін көктемгі бет күтімі жөнінде айтатын боламыз, сондықтан арнамызға жазылып, соңына дейін көріңіздер. Көктем келіп, иммунитет әлсіреп, шаш пен тырнаққа және терімізге де әсер етеді. Көктемде бет терісі құрғап, өңін жоғалта бастайды. Сондықтан келесіде кеңестерге құлақ түріңіз. Таза ауада серуендеңіз, 8 сағаттық ұйқы режимін сақтаңыз. Жеміс-жидектер мен көкөністерді молырақ пайдаланыңыз. Ыстық ванна қабылдаңыз, немесе моншаға барыңыз. Бұл қыс бойы ағзада жиналған токсиндардан арылтады. Бет күтіміндегі ең бастысы бетті таңертең және кешке тазартып, күтім жасаңыз. Көктемде құбырдан келетін сумен жуынбаған жөн. Мейлінше қайнап суытылған сумен жуыңыз. Шөптер тұнбасымен жуынсаңыз да нұр үстіне нұр болар еді. Егер теріңіз майлы болса, шөптер тұнбасын мұз қатыратын ыдысқа салып, мұздатқышта қатырып алып, күнделікті бет жусаңыз, бет терісіндегі тесіктерді тарылтып, май бездерінің жұмысын ретке келтіреді. Майлы тері иесіне құрамында спирті аз құралдарды қолдану керек. Қыста пайдаланған майлы қорек беретін кремдерді бірте-бірте ылғалдандыратын кремдерге ауыстырамыз. Құрғақ тері көктемде одан әрі құрғап көмескіленеді. Сондықтан сұйықтықты көп ішіп, сапалы ылғалдандыратын крем жағамыз. Ылғалдандыратын маскаларды да ұмытпаймыз. Көктемнің жайма шуақ күндері бәрімізге ұнағанымен ультракүлгін сәулелер бет терімізге кері әсерін береді. Далада күн сәулесінде көп жүру бетті күйдіріп, құрғатып жіберуі мүмкін. Сондықтан сыртқа шығарда күннен қорғайтын кремді міндетті түрде жағуымыз керек. Күннен қорғайтын, яғни SPF кремді күнделікті 2,5 сағат сайын жаңартып жағып отыру керек. Сонымен қатар кремнің қаншалықты қорғай алатыны да маңызды. SPF 15 ультракүлгін сәулесінің 93-95%-ын бұғаттаса, SPF 30-97%-ын, ал SPF 50-98%-ын бұғаттайды. Көктемгі бет күтімінде үй жағдайында маска жасауда мына ережелерді сақтаңыз. Майлы теріге негізінен тазартқыш маскалар, ал құрғақ теріге нәрлендіретін және ылғалдандыратын маскалар қолданған жақсы. Егде жастағы ханымдарға бет күтіміне қосымша жасартатын және тартатын маскаларды қосу керек. Мұндай маскаларға алдағы видеоларда жеке-жеке тоқталатын боламыз. Сондықтан арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Бет терісі өз қызметін толықтай орындау үшін оны нәрлендіріп тұруымыз қажет. Табиғи бет маскаларын нәрлендіретін, ылғалдандыратын, тазартатын және жасартатын деп бөлу өте орынды. Өйткені маскалардың құрамындағы қоспалар әртүрлі әсер етеді. Сәлем сұлуларым. Бүгінгі видеода біз бет терімізге қорек беріп, нәрлендіретін маскаларды қарастырамыз. Ал сіздерден қолдауларыңыз бен дүпілдеріңізді күтеміз. Ең бірінші барлық тері типіне жасауға болатын масканы қарастырайық. Құрғақ және қалыпты тері үшін біраз қасық бал мен біраз қасық қою қаймақты араластырып, таза бетке 15-20 минутқа жағамыз. Жуып ылғалдандыратын крем жағамыз. Ал майлы және аралас тері үшін бұл маскаға майлылығы аз қаймақпен 1 шай қасық лимон сөлін қосып жасауға болады. Бұл маска нәрлендіреді, ылғалдандырады, майда әжімдерді жазып, өң береді. Қалыпты тері үшін жүзімнен де нәрлендіретін маска жасауға болады. 6-7 түйір жүзім жемісін сүйек пен қабығынан тазартып, біраз қасық қаймақпен араластырамыз. Бетімізде 20-30 минут ұстап, жылы сумен жуамыз. Келесі маска біраз қасық қатықты 1 шай қасық балмен және 1 шай қасық ұнтақталған сұлы қауызмен араластырып, 20 минутке таза бетке жағып қоямыз. Бұл нәрлендіретін маска құрғақ терінің қабыршақтануын басып, жұмсақтық береді. Бет терісін нәрлендіруде банан өте пайдалы. Оның құрамында қышқылдар мен дәрумендер теріге қорек беріп, серпімдетеді. Енді осы бананнан маска жасаймыз. Жақсы піскен бананның жартысын шаншқымен езіп, 1 шай қасық балмен және 25 грамм йогуртпен араластырамыз. Дайын қоспаны бетімізге жағып, 10 минуттан соң жылы сумен жуамыз. Бірақ бетіңізді сүртпеңіз. Суды бетіңізге сіңдіріңіз. Мінекей сұлуларым, бүгін бірнеше нәрлендіретін маскаларды қарастырдық. Алдағы уақытта ылғалдандыратын, тазартатын және жасартатын маскаларға тоқталамыз. Жіберіп алмас үшін тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Әрдайым әдемі болып жүріңіздер.
Ылғалдандыру тері күтіміндегі ең басты процедуралардың бірі болып табылады. Құрғақ терімен қатар аралас майлы терілерді ылғалдандырып жүруіміз қажет. Терімізге ең қажет болып табылатын ылғалдандыру маскаларын қарастырамыз. Ал сіздер әдеттегідей контентімізді қолдап, тіркеліп, лүпіл қалдыра отырыңыздар. Тері ылғалдылығын сақтау үшін арнайы иіс майлар мен гельдерді қолданып жүріңіз. Құрамында гиалурон қышқылы, глицерин немесе сүт қышқылы бар өнімдер өте жақсы нәтиже береді. Күніне кем дегенде 8 стакан су ішіп жүріңіз. Сондай-ақ арган, шие майы, лаванда майы секілді табиғи майларда терінің ылғалдылығын сақтап, жұмсақтық береді. Бетті жуған соң тері қаймай тұрып, ылғалдандырғыштарды қолданамыз. Бұл ылғалдың теріде сақталуына көмектеседі және аптасына 1-2 рет ылғалдандыратын маскаларды пайдалану теріні тереңнен ылғалдандырып, жаңа клеткалардың пайда болуына ықпал етеді. Енді осындай маскалардың бірнешеуін қарастырайық. Бал мен сарыуыз маскасы. 1 сарыуызбен 1 шай қасық бал және 1 шай қасық балғын қаймақты немесе өсімдік майын да араластыруға болады. Жақсылап араластырамыз. Дайын қоспаны бетке 15-20 минутқа жағып, салқын сумен жуып тастаймыз. Ал құрғақ тері үшін 1 картопты асып, езіп аламыз да, біраз қасық майлы қаймақпен араластырамыз. Бетімізге жағып, 10-15 минуттан соң жылы сумен жуып тастаймыз. Үй жағдайында алоэ да жақсы көмектеседі. Ол үшін біраз қасық алоэ вера гелін, біраз қасық сүзбемен және 1 шай қасық балмен жақсылап араластырамыз. Таза бетке 15 минутқа жағып, салқын сумен жуамыз. Бұл маска коллагеннің түзілуін тездетеді, акнені азайтып, теріні жақсартады. Алоэ гелін ақуызбен қосып маска жасауға да болады. 1 ақуызды 1 шай қасық гелмен араластырып, 10 минутқа жағып қоямыз. Алоэ гелі теріні тыныштандырады және ылғалдандырады. Ақуыз артық майларды алады. Сондықтан майлы теріге өте қолайлы маска болып табылады. Келесі көк шайдан жасалатын маскада жақсы ылғалдандырады. Біраз қасық көк шайға 1 шай қасық минералды суды тамшылатып құйып, бір тегіс масса болғанша араластырамыз. Көзбен ерін айналасынан алшақтау етіп жағып қоямыз. 15-20 минуттан соң жуып, тоникпен сүртеміз. Бұл маска бетке тонус беріп, май жылтырын алады. Мінеки сұлуларым, бүгін бет терісін жақсы ылғалдандыратын бірнеше масканы қарастырдық. Арнамызда бұдан да басқа ылғалдандыратын маскаларға жеке-жеке видеоларымыз бар, қарап шығыңыз. Және алдағы уақытта жасартатын, тазартатын маскаларды да қарастырамыз. Сол үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Назарларыңызға рахмет. Қайырлы күн сұлуларым. Міне кезек теріні тазартатын маскаларға да келді. Теріні тазартатын маскалардың құрамына негізінен сұлы жармасы, не қауызы, жұмыртқа ақуызы, желатин, ас содасы, тұз және косметикалық саз кіреді. Сұлы қауызы өлі жасушаларды алып, теріні микроэлементтермен қанықтандырады. Желатин теріні тартып, бөртпелерді кетіретін керемет өнім болса, ақуыз теріні тартып, өң береді. Тері тесіктерін кішірейтеді. Аспирин, тұз, ас содасы және косметикалық саз секілді өнімдер терінің терең қабатын тазартуда жақсы нәтиже береді. Енді осы өнімдерден дайындалатын бірнеше тазартатын маскаларға тоқталайық. Барлық тері типіне арналған сұлы маскасынан бастайық. Құрғақ тері үшін сұлы жармасын жылы сүтпен араластырамыз. Қоймалжың масса болу керек. Таза бет терісіне жағып, 15 минуттан соң жылы сумен жуып тастаймыз. Осы масканы майлы және аралас тері типтер үшін ұнтақталған біраз қасық сұлы жармасын, 1 ас қасық қаймақ және 1 шай қасық лимон сөлімен араластырамыз. Қоспаны бетке 15 минутқа жағып, салқындау сумен жуамыз. Масканың артығын тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақтап пайдалануға болады. Қара нүктелерді кетіруге ең нәтижелі маска желатин мен белсендірілген көмірден жасалады. 2 таблетка активтендірілген көмірді ұнтақтап, 1 шай қасық желатинмен қосамыз. Үстіне 1 шай қасық су не сүт қосып жақсылап араластырамыз. Дайын қоспаны 20 секундқа микротолқынды пеште немесе ыстық суға желатин ерігенше салып аламыз.
Аралас тері үшін бұл масканы Т аймаққа 20-30 минутқа жағып қоямыз. Уақыт өткен соң жылдам қимылмен аламыз. Ал саздан жасалатын маскалар майлы теріні жақсы тазалайды. 2 ас қасық сазға газсыз минералды суды біртіндеп құйып, қаймақ тәріздес болғанша араластырамыз. Көз айналасынан алшақтау, қалыңдау етіп жағамыз. 10-15 минуттан соң жайлап ылғалдандырып жуып тастаймыз. Енді аспирин таблеткасынан тазартатын маска жасайық. 2 таблетка аспиринді езіп, ұнтақтап, 2 ас қасық қатықпен араластырамыз. 20-30 минутқа бетке жағып, жуып тастаймыз. Аспирин бөртпелерді кетірсе, сүт қышқылы, яғни қатық бет терісін жеңіл қабыршақтандырады. Аспириннен тағы бір маска жасауға болады. 4 таблетка аспиринге 4 тамшы су тамызамыз. Аспирин ісініп босайды. Содан соң езіп, 1 шай қасық балмен 1 ас қасық алоэ гелін қосып, мұқият араластырамыз. Масканы 15 минутта ұстап, жуып, ылғалдандыратын иісмай жағамыз. Ас содасы да теріні терең тазалайды. Құрамында теріге ерекше әсер ететін натрий биокарбонаты бар. Сода негізіндегі маскалар тиімді тазартуға көмектесіп, шаршауын басады. Бірақ та ас содасы абразивті қасиеттерге ие, сондықтан да оны мұқият және сирек пайдаланыңыз. Ас содасына маска дайындау үшін 1 ас қасық соданы қоймалжың масса болғанша кәдімгі сумен немесе жуынуға арналған гелмен араластырамыз. Мұндай масканы аптасына 2-3 рет жасауға болады. Бір курс 10 рет жасаудан тұрады. Одан соң 14 күн үзіліс жасайсыз. Ал келесі маскамыз жұмыртқадан жасалады. Ақуызды сарыуыздан бөліп алып, бірнеше тамшы алма сірке суымен және 1 шай қасық балмен араластырамыз. Қоймалжың масса болғанда сарыуызды қосып жақсылап араластырамыз. 10 минутқа таза бет терісіне жағып, жылы сумен жуып тастаймыз. Ең соңғы маскамыз тұз бен тіс пастасынан жасалады. Бөртпелер мен қатқылданған тері бөліктерін тазартып, жұмсартады. 1 ас қасық тіс пастасына 1 шай қасық тұз қосып араластырамыз. Қоспаны бетке жағып, 10 минуттан соң жылы сумен жуасыз. Тіс пастасының өзінен де маска жасауға болады. Ол үшін кез келген тіс пастасын алып, бір тегістетіп бетке жағамыз. 3 минутқа ғана бетте ұстаймыз да жылы сумен жуып тастаймыз. Пастаны жағар алдында бетті сәл ылғалдандырып алсаңыз да болады. Бірақ көз айналасынан абайлап алшақтау етіп жағыңыз. Бұл маска бетті сауықтырып өң береді, тазартады. Аптасына 1 рет қолданыңыз. Мінекей, бүгінде бет терісін терең тазартатын бірнеше маскаларды қарастырдық. Ерінбей жасап, әдемі болып жүріңіздер. Қайырлы күн сұлуларым. Бүгін бет терісін жасартатын маскаларға тоқталамыз. Жасарудың ең қолжетімді түрі бет жаттығуларын және маскалар жасау. Жақсы нәтиже көру үшін күнделікті жаттығулар жасап, ал масканы аптасына 1-2 рет 1 ай бойы жасау керек. 3 ай үзіліс жасап, қайтадан 1 ай бойы қайта жасай керек. Үй жағдайындағы мұндай маскалар тері қартаю белгілерінің, яғни терінің салбырауының, қарадақтар мен әжімдердің пайда болуының алдын алады. Енді осындай маскалардың бірнеше түрін қарастырайық. Бірінші ас содасы мен бал маскасы. 1 шай қасық соды мен жылы балды араластырамыз. Қаймақ тәріздес масса болады. Бетте 20 минут ұстап, бөлме температурасындағы сумен жуамыз. Бұл маска теріні тартып қана қоймай тазартады. Ал егер ағарту нәтижесін көргіңіз келсе, 1-2 тамшы лимон сөлін қосып жіберіңіз. Мұндай масканы 1 айдан 3 айға дейін қолдануға болады. Балға аллергиясы бар жандарға болмайды. Келесі маскамыз желатиннен жасалады. Желатиннің құрамында коллаген өте мол. Қалыпты тері үшін таптырмас маска жасау үшін 5 грамм желатинді 5 грамм ұнмен және 10-15 литр қышқыл сүтпен араластырамыз. Үстіне 50 мг су құямыз. Желатин бетке жақсы жағылу үшін алдын ала жылы суда қыздырып, одан соң сәл суытып алу керек. 20-25 минутке жағып қойып, бірден жууға болмайды. Алдымен бетті сәл уақытқа ыстық буға ұстау керек. Желатин жібейді, соң барып жуу керек. Сығыр тұқымы да бет терісіне жасарту әсерін береді. Бұл масканы үнемі жасап жүрсеңіз, тері тартылып тегіс және серпімді болады. 1 шай қасық сығыр тұқымын 1 ас қасық жылы су құйып 8 сағатқа тұндырып қоямыз.
Қажет болса, үстіне тағы да кішкене су құйып араластырамыз. Таза бет терісіне жағып, кеуіп кетпей, үстіне тағы жұқалап жағамыз. 15-20 минуттан соң жылы сумен жуып, крем жағамыз. Келесі нәтижеге тез қол жеткізетін маска, яғни жұмыртқа маскасы. Ақуызды сарыуыздан бөліп аламыз да, ақуыздың бетке жағамыз. Көз айналасынан алшақтау етіп жағыңыз. 15-20 минут ұстап, салқындау сумен жуамыз. Бұл маска май жылтырын кетіреді, бетті тартады және жұмсартады. Келесі маска осы ақуызға крахмал қосып жасалады. Ақуыздан жасалған маска егде тартқан теріні тартады, тері тесіктерін құрғатады. Ақуызды көпіршітіп ұрып, үстіне 2 шай қасық крахмал қосып, бір текті масса болғанша араластырамыз. Қоспаны тез құрғайтын және ерте қартая бастайтын, яғни бет, мойын, декольте аймағына және қолға да жағамыз. Сіңіп кетсе, үстіне тағы бірнеше қабат жағуға болады. Теріге сіңген соң жуып тастаймыз. Ылғалдандыратын иісмай жағамыз. Бұл масканы 21 күн бойы кешке жасап жүрсеңіз, нәтижесін алғашқы 10 күнде-ақ байқай бастайсыз. Бұл масканы сәбіз бен зәйтүн майын қосып жасауға да болады. Яғни сәбіз бен ақуызды араластырып, крахмал қосып, үстіне 1 шай қасық зәйтүн майын қосасыз. Жақсы нәтиже береді. Келесі маскамыз жарты бананды езіп, үстіне 1 шай қасық бал қосып, жақсылап араластырамыз. Таза бет терісіне жағып, 15-20 минуттан соң жылы сумен жуып тастаймыз. Үй жағдайында лифтинг маска жасауда бал таптырмас өнім. Құрамы пайдалы элементтерге бай. Майлы тері үшін балды жеміс және көкөніс сөлінен араластырамыз. Ал құрғақ тері үшін ұн немесе картоп крахмалын және біраз қасық қатық не сүт қосамыз. Ал алоэдан жасартатын маска жасау үшін 1 ас қасық алоэ сөліне 1 ас қасық нәрлендіретін крем және осындай мөлшерде өсімдік майын қосамыз. Жақсылап араластырып 10 минутқа жағып қоямыз. Және соңғы маскамыз аскөк пен сұлыдан жасалады. Балғын аскөкті ұсақтап турап, үстіне блендермен майдаланған сұлы жармасын және 1 шай қасық зәйтүн майын қосып, жақсылап араластырамыз. 15 минутқа жағып қойып, жылы сумен жуып тастаймыз. Бұл маска теріге тонус беріп, балғындық өң кіргізеді. Мінекей сұлуларым, бүгінде теріні жасартатын бірнеше маскаларды қарастырдық. Жасарыңыздар, жасаңыздар, әрдайым әдемі болып жүріңіздер. Арнамызға тіркеліп, лүпілдеріңізді баса кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сәлем сұлуларым. Бүгінгі видеоны бет терісін ағартатын маскаларға арнаймыз. Ал сіздер арнамызға тіркеліп, лүпілдеріңізді басып қойыңыздар. Теріні ағартуда ең тиімді маскалардың құрамына лимон сөлі, ақ желкен, қияр, сәбіз және картоп шырындары, қышқыл сүт өнімдері, яғни айран, қатық, қаймақ және сүзбе қосып жасалады. Демек, құрамында А және С дәрумендері бар өнімдер жақсы ағартады. Енді осындай бірнеше масканы қарастырайық. Бірінші масканы сәбіз бен ақуыздан жасаймыз. Алдымен жұмыртқаның ақуызын сарыуызынан бөліп аламыз да, ақуызды көпіршітіп ұрамыз. Оған 2 ас қасық үккіштен өткізілген сәбізді араластырамыз және майлы нәрлендіретін крем қосамыз. Бұл маска кешенді әсер етеді. Сәбіз бет терісін ағартып, өң берсе, ақуыз кеңейген тері тесіктерін тартады. Ал крем нәр береді. 15 минуттан соң жуып тастайсыз. Бетті ағартуда ақжелкен сөлі де ең керемет өнім. Ақжелкен жапырағын майдалап, ұнтақтап, үстіне 1 шай қасық бал қосамыз және 4-5 тамшы лимон сөлін тамызамыз. Жұқа етіп жағып, 10-15 минуттан соң жуып тастаймыз. Бұл балға аллергиясы жоқ жандарға арналады. Ал егер балға аллергия болса, бал орнына қаймақ қоссаңыз да болады. Келесі ағартатын маска сүзбеден жасалады. 2 ас қасық сүзбені езіп, 1 сарыуызбен және бірнеше тамшы сутегі асқын тотығымен жақсылап араластырамыз. Бір текті қоймалжың масса болуы керек. Бетке және мойынға жағып, 15-20 минуттан соң салқын сумен жуып тастаймыз. Теріні жақсы ағартады, жиі қолдануға болады. Құрғақ тері үшін бал мен лимон шырыны қосылған маскада жақсы нәтиже береді.
Бал мен лимон сөлін 2:1 қатынаста, яғни 1 шай қасық балға жарты шай қасық лимон сөлін араластырамыз. Егер қолда бар болса, 1 ас қасық қаймақ немесе сұйық глицерин қосуға да болады. 15-20 минутқа жағып, уақыт өткен соң жуып тастаймыз. Келесі маска қиярдан жасалады. Балғын қиярдың жартысын үккіштен өткізіп, 1 ас қасық қаймақ немесе йогуртпен араластырамыз. 15-20 минутқа бетімізге жағып, уақыт өткен соң жуып тастаймыз. Қияр теріні ағартып тегістейді, балғындық береді. Бетімізді ағартуда крахмал мен лимон маскасы да бірнеше жасағаннан-ақ нәтижесін бере бастайды. 1:1 қатынаста крахмал мен лимон сөлін араластырып, 20 минутқа жағып қоямыз, жылы сумен жуамыз. Мінекей сұлуларым, бет терісін ағарту үшін бірнеше оңай жасалатын маскаларды қарастырдық. Ерінбей жасап, әдемі болып жүріңіздер. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сәлем сұлуларым, бүгін қалуадан маска жасаймыз. Қалуаның құрамындағы өсімдік майлары ылғалдандырады және теріні қалпына келтіреді. Ал ақуыздар мен протеиндер қоректендіреді және тонус береді. Лецитин мықты антиоксидант, бет терісінің әр жасушасы үшін құрылыс материалы болып табылады. Витамин А тері сапасын көтереді. Б дәрумені тобы жазады және тартады. Е дәрумені жастық дәрумені. Фосфор, магний, кальций, цинк, жез, натрий, калий микроэлементтері де бар. Барлық тері үшін 2 ас қасық қалуаны 2 ас қасық сумен немесе сүтпен араластырамыз, ал майлы тері үшін ақуызбен араластырамыз. Қоймалжың массаны 20 минутқа жағып қойып, алдымен жылы, сосын салқын сумен жуамыз. Бұл маска егде жастағы бет және мойын терісіне өте жақсы көмектеседі. Нәтиже көру үшін аптасына 1 рет 1 ай бойы жасаңыз. Сәттілік! Бүгін егде жастағы теріні тартып, ылғалдылық сыйлайтын крахмал қосылған банан маскасын жасаймыз. Картоп крахмалы тері тесіктерін тазартып, майлылығын азайтады. Қабынуға қарсы басқа да өнімдермен қосылып жасалған маска теріге өң береді. Ал бананда терінің ылғалдылық деңгейін қалпына келтіретін және теріні тегіс ететін А дәрумені мол. Піскен жарты бананды езіп, үстіне 1 ас қасық картоп крахмалын және 1 ас қасық қаймақ немесе қаймақ орнына зәйтүн майын қосып араластырамыз. Біртекті масса болған соң бетке жағып, 20 минуттан соң жылы сумен жуамыз. Сәл уақыттан кейін крем жағуға да болады. Бұл маска бірден нәтиже береді, сондықтан таңертең және кешке тұрақты түрде жасап жүрсеңіз, бет теріңіз жарқырап тартыла бастайды. Әрдайым әдемі болып жүріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Кеш жарық сұлуларым, бүгін бет терісін ерекше ағартатын, нәрлендіретін және ылғалдандыратын маска жасаймыз. Ол үшін 2 ас қасық сүзбені езіп, 1 сарыуызбен және бірнеше тамшы сутегі асқын тотығымен жақсылап араластырамыз. Маска құрамындағы сүзбе мен сутегі асқын тотығы бет терісін ағартса, сарыуыз құрамындағы лецитин ылғалдылық береді және жұмсартады. Майлы қышқылдар терінің табиғи ылғалдылығын сақтауға көмектесіп, оны құрғаудан қорғайды. Бір текті қоймалжың масса болуы керек. Бетке және мойын терісіне жағып, 15-20 минуттан соң салқын сумен жуамыз. Бұл масканы жиі қолдануға болады. Ерінбей жасап, әдемі де сұлу болып жүріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Біздер әрдайым әдеміде жас көрінуді қалаймыз. Ал ол үшін теріге тек сырттай күтім жасау аздық етеді. Сонымен қатар тамақ рационында дұрыстауымыз керек. Бүгін осы тақырып жөнінде сөз қозғайтын боламыз. Ал сіздер контентімізді қолдап, тіркеліп, пікір қалдырып отырыңыздар. Тері әдемілігін ұзағырақ сақтап қалу үшін косметологтар мына тағамдарды үнемі қолдануға кеңес береді. Бірінші, теңіз өнімдері және майлы балықтар. Омега қышқылының есебінен тері жағдайын жақсартады. Келесі, С дәруменіне бай азық-түліктер. Барлық цитрустар, болгар бұрышы, қызанақ және орам жапырақта антиоксидант болып табылатын С дәруменінің көзі десек болады. Сонымен қатар С дәрумені тамыр қабырғаларына әсер етіп, коллаген синтезін ынталандырады. Ал коллаген жетіспесе, тері әлсіреп құрғақ болады. Жасыл және қызғылт түстес көкөністер. Бұл түстерде көкөністерде, яғни сәбіз, асқабақ, тері үшін өте қажет А дәрумені мол болады.
А дәруменінің жетіспеушілігі терінің құрғауына, қабынулардың және еріннің айналасына шығатын жаралардың пайда болуына әкеледі. Келесі жаңғақтар. Антиоксидант болып табылатын Е дәрумені өте бай. Е дәрумені қартаю процесін тежейді, сондай-ақ ультракүлгін сәулелердің әсерінен қорғайды. Тұтас дәнді дақылдарда Б, Е дәрумендеріне және май қышқылдарына бай. Әсіресе зығыр тұқымында бұлардың бәрі бар. Зәйтүн майы тағаммен тұтынумен қатар үй жағдайында маскалар мен иіс майларға да қосылады. Себебі құрамында Е дәрумені өте мол. Сүзбе, селен және Е дәруменінің көзі болып табылады. Бұлар өз кезегінде тері қартаюының алдын алады. Ет және бауырдан жасалатын тағамдар А, Б дәрумендері, тиамин, фолий қышқылдарының көзі болып табылады. Әсіресе пипи дәруменін алу үшін міндетті түрде рационға қосыңыз. Мінекей сұлуларым, бүгінгі видеодан да біраз мәліметтер алдыңыздар деп ойлаймын. Әрдайым әдемі де сұлу болып жүріңіз. Сәлем сұлуларым, бүгінгі премьерама қош келдіңіздер. Бүгін стильді де әдемі киіну және тренд қуаламай-ақ сәнді киіну, сондай-ақ осы жылдың көктем-жаздағы сән үлгілеріне тоқталамыз. Сәнді де стильді киініп әдемі көріну үшін алдымен өзіңізді танып алыңыз. Үнемі көтеріңкі көңіл күйде жүресіз бе, әлде тұйықсыз ба? Қыдырғанды ұнатасыз ба, әлде үйде уақыт өткізесіз бе? Бұл сұрақтар сіздің киім үлгіңіздің түсі мен стилін анықтауға көмектеседі. Бірінші, өзіңізді қолайсыз сезінетін киімдерден арылыңыз. Жарқын түстегі киім кисем адамдардың назарын өзіме аударамын деп ыңғайсызданасыз ба? Онда кимеңіз. Өзіңізге тар болып тұрса, сәнді шалбарыңыздан да бас тартыңыз. Өзіңізді стильді сезіну үшін жайлы киінуіңіз керек. Екінші, өз стиліңізді анықтап алыңыз. Қазір әртүрлі стильдегі киімдерді үйлестіріп кию сәнде. Алайда бұл гардеробта әр стильдегі киімдер болуы керек деген сөз емес. Өзіңізге кемінде 3 стиль таңдап алыңыз. Бірінші, іскерлік стиль, яғни жұмысқа киюге. Екінші, спорттық стиль, ыңғайлы әрі сәнді, эмбебап стиль. Мұндай стиль барлық әйел адамға жараса береді. Ал романтикалық стиль барлық әйел қауымына ұнай бермеуі мүмкін. Бірақ бұл стильде таза киінбесеңіз де бір элементін, яғни желбірлі блузка немесе қызғылт түс жакет қоссаңыз болады. Үшінші ереже, әдеттегідей негізгі гардеробты да ұмытпаңыз. Сіз үшін базалық гардеробта не болуы керек? Мысалы, сіз шалбар киюді ұнатпасаңыз, шалбар орнына белдемшені көбейтіңіз. Бірақ мына киімдер міндетті түрде болуы шарт. 2-3 майка немесе футболка, 2 жейде немесе блуза, жылы тоқма немесе жемпір, жакет, белдемше немесе шалбар, ыңғайлы аяқ киім. Төртінші ереже, өз түсіңізді дұрыс таңдаңыз. Киім түсі ең бірінші көзге түседі, сосын барып үлгісіне және стиліне назар аударылады. Сондықтан да өз тері түсіңізге сәйкес келетін реңкті таңдап үйреніңіз. Түр түске қарай киім таңдау жөнінде арнамызда арнайы видеомыз бар, қарап шықсаңыз болады. Келесі кеңесіміз, блейзер немесе жакет киіп жүріңіз. Әрбір әйелдің гардеробында міндетті түрде бір жакет болуы керек. Ал үшеу болса тіпті жақсы, яғни күнделікті, іскерлік және мерекелік үлгіде. Жакет киім үлгіңізді қымбат етіп көрсетеді. Алтыншы, стильді көріну үшін сәнге назар аударып қойыңыз. Сәндегі киімдерді кимей-ақ әдемі көрінуге болады деп ойлайтындар қателеседі. Қатты тренд қуып кетпей-ақ гардеробыңызға сәндегі 1-2 киім қосып қойсаңыз жеткілікті. Келесі 7-ші ереже, киімдегі сызбалар мен принттерді үйлестіріп киіңіз. Яғни жолақ, торкөз, гүлдер мен геометриялық сызбалар сияқты әртүрлі принттерді үйлестіріп кию үлкен талғампаздықты қажет етеді. Ал бұршақ, яғни горошек, бұл классика және әрдайым сәнде болады және стильді көрінеді. Келесі кеңесіміз, эксперимент жасаңыз. Алдымен қазір не сәнде екенін біліп алыңыз. Сән блогерлерін қарап шығыңыз. Бірінші, сәндегі жакетті таңдап алыңыз. Енді осы жакетке көйлек не белдемше немесе шалбар табу оңай болады. Ең соңғы кеңесіміз, стильді капсула құрап алыңыз. Капсула дегеніміз гардеробтағы барлық киімдеріңіз үлгісі мен түсі жағынан бір-бірімен киіп кете беруге болатындай киімдер жиынтығы. Капсула салмағыңыз бен бойыңызға, өмір сүру салтыңызға қарай жеке жасалады. Барлық киімдерді шығарып, бір-бірімен үйлесетін
алыңыз. Ал бұл сіздің капсулаңыздың басы болып табылады. Жоғарғы бөлік, ортасы және төменгі жағы деп қойып көріңіз. Түстерін анықтап жетіспей тұрған киімді сатып алыңыз. Осылайша стильді де сәнді гардеробыңызды жинақтап аласыз. Енді тренд қуаламай-ақ қалай сәнді киінуге болады, сол жөнінде сөз қозғаймыз. Неліктен тренд қажет емес? Тренд келіп кетіп ауыса береді, бірақ сәнді көрінудің тұрақты элементтері бар. Силуэттер, кесілу және басты пішіндер. Мұндай элементтер шамамен 10 жылда бір рет жаңарып отырады. Егер осы өзгерістерді ұстансаңыз, тренд қуаламай-ақ заманауи болып көрінетін гардеробты оңай жасай аласыз. Трендсіз-ақ қалай стильді көрінуге болады? Ендеше мына келесідей кеңестерге құлақ тұрыңыз. Бірінші, стильдерді араластыру, яғни негізгі гардеробқа негізгі емес киімдерді қосу. Мысалы, былғары шалбарды романтикалық жеңіл блузамен, батыстық казак етіктерін джинсылармен кие аласыз. Келесі, акцент беретін аксессуарлар, түрлі түсті сөмкелер, белдіктер, аяқ киімдер және зергерлік бұйымдар ең қарапайым деген көрініске ерекшелік береді. Үшінші кеңес, әртүрлі текстураларды қолдану. Түрлі материалдарды біріктіру киімді көп қабатты және қызықты көрсетеді. Мысалы, тоқыма мен жібектің үйлесімі жайлылық мен талғампаздық жасайды. Төртінші кеңес, қарапайым принттер, жолақтар, тұр көздер және минималистік жазулар ешқашан сәннен шықпайды. Бұлар өз кезегінде басқа заттармен оңай үйлесім табады. Бесінші, түстер блогы, яғни бір киімде бірнеше түстің үйлесуі немесе киім үлгіңіздегі реңктердің дұрыс үйлесуі стильді мәнерлі етеді. Түстерді дұрыс үйлесімділікпен кию стильді гардеробтың маңызды бөлігі. Ахроматикалық реңдер, яғни ақ, қара, сұры, әмбебап түстер. Ал сізге түстер дөңгелегі сәйкес түстерді үйлестіруге көмектеседі. Трендтерді ұстанбай-ақ стильді болуға болады. Ең бастысы қандай негізгі силуэттер сәнді екенін білу, қызықты үйлесімдерді қолдану және эксперимент жасауға қорықпау. Ал 2025 жыл нағыз эксперимент жасауды ұнататындарға арналған сәнді ұсынады. Сәнді де стильді киінгісі келетін жандар үшін келесі кеңестерді ұсынамыз. Дизайнерлер керемет нәрселер жасау үшін табиғаттан, технологиядан, тіпті салт дәстүрлерімен де шабыттанып жатыр. Осы жылдың көктем-жазында келесідей үлгілер сәнде болмақ. Бірінші, бохо шик стилі. Жеңіл маталар, кестелер, жиектер, гүлді баспалар, еркін әуе көріністерін жасайды. Бұл стиль табиғатпен үйлесімділікті береді. Келесі тренд мөлдірлік, яғни прозрачность. Мөлдір киімдер әйелдік нәзіктік пен талғампаздықты көрсетеді. Келер көктем-жаз айларында мөлдір белдемшелер, жейделер, тіпті көйлектер сәнде болмақ. Әдетте кешке киетін мөлдір киімдер күнделікті сәнге ауысуы ғажап емес. Егер сіз аяқтарыңызды немесе қолдарыңызды толық ашуға дайын болмасаңыз, мөлдір киімдер нағыз көмекшілеріңіз болып келеді. Сондай-ақ көктем-жазда аутдор стильде сәнге келмек. Аутдор сөзі, яғни көшеде, табиғатта деген мағынаны береді. Бастапқыда бұл стиль жел, су өткізбейтін маталардан тігіліп, табиғат аясында көп жүретін жандарға арналған болса, қазір бірте-бірте күнделікті сәнге айналуда. Стилистердің кеңесі бойынша бұл стиль жұқа жеңіл матадан тігілген көйлектерді қалың паркалармен немесе жартылай спорттық үлгідегі күртешемен элегантты көйлекпен үйлестіруден көрінеді. Монохромды стиль, яғни бір түстес киіну, әлі де сәнде, шалбармен болсын, не белдемшемен болсын, қайсы бір екеулік, не үшеуліктер болсын, бір түсте болса болды. Келер жаздың ең сәнді принті жолақтар. Кез келген көлемдегі жолақтарды өз талғамыңызға және дене пішініңізге қарай таңдап алыңыз. Көктемгі немесе жазғы демалыстарда жолақты көкірекше, көйлектер немесе жейделер міндетті түрде пайдасын береді. Ең қызықты тренд асимметриялық белдемшелер. Кешке де, күнделікті көрініске де ерекше көрініс бере алады. Мұндай белдемшелерге қарапайым топ, не жейде, тақасы бар аяқ киім таңдаңыз. Стиль дегеніміз бұл тренд емес, өзіңізге деген сүйіспеншілік пен талғам. Ең бастысы өзіңізді жақсы көру.
Енді назарларыңызға осы жылдың көктем-жаз айларындағы сәнді стильдерді ұсынамыз. Тамашалай отырыңыздар. Сәлем сұлуларым. Бүгін біз егде жастағы ханымдардың киім таңдаудағы жиі жіберетін қателіктері туралы сөз қозғаймыз. Ал сіздерден әдеттегідей арнамызға тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймыз. Байқап қарасақ, 50-60 жастан асқан ханымдардың көпшілігі ерекше көзге түспейін деген оймен киінеді. Жарқырап әдемі киіну тек жастарға ғана жарасады деп ойлау қате ұғым. Осындай ойлармен кей ханымдар жабық және көзге еленбейтін киімдер таңдайды. Ал бұл жасыңызға жас қосып көрсетеді. Әйел адам қай жаста болса да өз сұлулығы мен стилін дұрыс киіну арқылы көрсете алады. Жас дегеніміз бұл жай сан ғана, ал нағыз сұлулық өз-өзіне деген сенімділікте. Осы сенімділікті жоғалтпау үшін киім кию үлгіңізде келесідей қателіктерге жол бермеңіз. Ең бірінші, сапасы төмен киім алудан аулақ болыңыз. 50 жастан кейінгі ең жарасымды киім сапалы, табиғи маталардан тігілген қарапайым классикалық киімдер әрдайым сәнде болмақ. Зығыр, мақта, жібек маталар денеге жайлы, сырт келбетіңізге көріп береді. Сонымен қатар кей ханымдар жас көрінемін деп ойлап, жас қыздарға арналған киімдер таңдап жатады. Алайда бұл керісінше әсер қалдыруы мүмкін. Ең бастысы өз жасыңызға сай жарасымды стиль табу. Бұл сізді әдемі де талғамды етіп көрсетеді. Екінші қателік қара түсті көп қолдану. Қара әрине классика. Алайда оны шамадан тыс көп қолдану сізді солғын және жабық етіп көрсетеді. Түстер үйлесімділігін сақтай отыра, өз теріңіздің түсіне сәйкес келетін жылы да табиғи реңктер, яғни сәйтін түсі, көгілдір, бардот немесе күлгін сияқты ашық түстер сіздің теріңізді жарқын етіп, көңіл күйіңізді көтереді. Қара түсті толықтай тастап кетпеңіз, бірақ оны жылы реңктермен үйлестіріп көріңіз. Бірақ өте ашық күлгін, хаки түс, батпақ және жер түстері адамға жас қосып көрсетеді және сергітпейді. Сондықтан бетіңізден мүмкіндігінше алысырақ пайдаланыңыз.
Келесі қателік өлшемсіз тым кең немесе өте тар киіну. Кей ханымдар дене бітімін жасырамын деген оймен тым кең киімдер немесе керісінше денеге тым жабыстырып киеді. Бірақ бұлай киіну сізді арық емес, одан сайын толықтау етіп көрсетуі мүмкін. Денеңізге қонып тұратын ыңғайлы да әрі жайлы киім нағыз дұрыс таңдау болмақ. Төртінші қателік классикадан толық бас тарту немесе шектен шығу киіну. Кей кездері классикамен шектеліп, заманауи элементтерді ұмытып кетеміз, ал кейде керісінше тренд қуып, тым жасанды киінеміз. Бұл жерде ең ортасын табу маңызды. Классикалық база киімдерге заманауи аксессуарлар немесе түсті палитра қосып, стильді үлгі жасауға болады. Бесінші қателік аксессуарларсыз жүру немесе тым артық қолдану. Аксессуар үлгіңіздің соңғы нүктесі іспеттес. Бірақ тым көп сырға, білезік, орамал бірден көзге түсіп, бейнені ауырлатып жібереді. Аз да болса талғаммен таңдалған аксессуар нағыз стильдің белгісі болады. Келесі алтыншы қателік жайлықты сәнге құрбан ету. Яғни сән үшін деп ыңғайсыз аяқ киім киіп алып, қиналып жүреміз. Шын мәнінде жайлы да әдемі аяқ киімдер өте көп. Алайда өкшесіз аяқ киімдерді бірыңғай кие беруден аулақ болыңыз. Себебі орташа биіктіктегі өкшелі аяқ киім сіздің жүріс-тұрысыңызды әдемі етіп көрсетеді және күнделікті де ресми стильде де кие аласыз. Ең соңғы жетінші қателігіміз макияж бен шаш үлгісіне мән бермеу. Жас үлкейген сайын табиғи, жеңіл макияж керек. Ол дегеніміз тері реңін тегістеу, ерінге нәзік түс жағу және кірпікті сәл сүрмелеу жеткілікті болады. Ал шашыңызды таза әрі жасыңызға сай үлгіде ұстау көркіңізді аша түседі. Құрметті ханымдар, бүгінгі айтылған осы кеңестерді ескере жүрсеңіз, өз жасыңызға сай сұлу да тартымды болып көрінетініңізге сенімдімін. Бүгінгі тақырыпты қорытындылай келе айтарымыз, сән жасқа қарамайды. Әр кезеңнің өз сұлулығы бар. Сол сұлулықты көрсетуден қорықпаңыз. Әдемі көрініңіз, өзіңізді еркін ұстаңыз, және ең бастысы өзіңіздің нағыз әдемі жасыңызды мақтанышпен қабылдаңыз. Әрдайым әдемі болып жүріңіздер. Сәлем. Көктем келіп, жер беті жаңарып, адамдар табиғаттан шабыт алып, белсенділігі артып жатырса, ал кейбір жандар өзін шаршаңқы сезініп, көңіл күйі болмай, ештеңеге зауық соқпай жүреді. Бұл әрине қыстан кейінгі авитаминоз, яғни ағзада белгілі бір немесе бірнеше дәруменнің жетіспеушілігінен болады. Бұл күй адамның денсаулығына, терісі мен шашына да кері әсер етпей қоймайды. Адам ағзасына пайдалы элементтердің қажетінше түспеуі ең алдымен тағам рационымыздың дұрыс еместігін, яғни үнемі бір сарынды тағамдарды тұтынудан болады. Ал қыста дұрыс тамақтану режимін ұстанатын адамның өзі мұндай жағдайлардан қашып құтыла алмайды. Себебі қыста сатылатын жемістер мен көкөністердің өзі жылыжайда өсіріліп, құнарлығы аз болып келеді. Қыстан кейінгі дәрумен жетіспеушілігінің орнын толтыру үшін күнделікті ас мәзіріне құнарлығы мол өнімдерді қосу керекпіз. Солайша с дәруменін апельсин, тәтті бұрыш, алма сияқты көкөністерден алсақ, Б тобының дәрумендерін грек жаңғағынан, шпинаттан, сәбізден, жұмыртқа мен балықтан ала аламыз. Сондай-ақ жазда қатырып алынған бүлдірген, итмұрын сияқты жидектерде дәруменге бай болып келеді. Сонымен қатар көктемде омега-3-ге бай теңіз балдырларын, зығыр тұқымын, жаңғақтарды мол тұтыну қажет. Иммунитетті арттыру үшін ақ орам жапырақты ас мәзірінен үзбеңіз. Ол сондай-ақ қан құрамындағы холестеринді азайтып, қартаю процесін тежейді. Енді дәрумен жетіспеушілігінің белгілеріне тоқтала кетсек. А дәрумені жетіспесе көздің көруі нашарлайды. Терінің құрғауы, қызаруы мен қышуы, шаштарыңыздың сынғыштығы мен көптеп түсуі, тырнақтарыңыздың нашарлауы, үнемі шаршаңқы жүру, иммунитеттің төмендеуі сияқты белгілері болады. Ал Б тобының дәрумені жетіспесе, әлсіздік, физикалық жүктемені көтере алмау, жұмысқа деген селқостықпен бас айналу, жүрек қағысының жиілеуі, бас ауруы және ентігу болады. Келесі С дәруменінің жетіспеушілігінен иммунитеттің нашарлауы, ерте қартаю, жараның ұзақ жазылуы, әлсіздік, қызыл иектің ісінуі мен қызаруларынан байқауға болса,
Д дәрумені ағзада кем болса, сүйек жердің, тіс эмалінің, шаш пен тырнақтың күйіне кері әсер ететін фосфор кальций алмасуының нашарлауы, ересектерде бұлшықеттер мен буындардың әлсіздігі, остеопороздың дамуы, ал балаларда рахит, яғни өсудің тежелуі байқалады. Дәрумендермен қатар белгілі бір макро және микро элементтердің де жетіспеушілігі болуы мүмкін. Ағзада минералдарында жетіспеуін денсаулыққа өте зиян. Әсіресе магний, темір, кальций, калий және мырыстың жетіспеуі көптеп кездеседі. Жеке-жеке тоқталатын болсақ, магний элементінің жеткіліксіз болуы күйгелектік, мазасыздық және ұйқысыздық тудырады. Сондай-ақ бас ауруы, тез шаршау сияқты белгілері болады. Мұндай жағдайдың алдын алу үшін магнийді бананнан, жаңғақтан, қара шоколадтан, қара құмықтан және авокадодан ала аласыз. Ал терінің құрғауы мен шаш пен тырнақтың сынғыштығы ағзада кальцийдің жетіспейтінін білдіреді. Сондай-ақ буындардың ауруы мен аяқтардың тартылуы да кальций жетіспегеннен болады. Сондықтан сүт өнімдерін, бадам жаңғағын, брокколиді молынан тұтыныңыз. 2 шай қасық күнжіт дәнін күнделікті тұтыну кальцийдің 1 күндік мөлшерін бере алады. Бұл әсіресе 40 жастан асқан адамдарға өте қажет. Ал темір элементінің тапшылығы теріңіздің бозарып, әлсіздік пен бас айналуына әкеледі. Бұл ағзадағы қаназдықтың белгілері. Мұндай жағдайдың алдын алу үшін етті, бауырды, қарақұмықты, алманы және анар шырынын үзбей тұтыныңыз. Келесі мырыш элементінің аздығы. Жараның ұзақ жазылуынан, шаштың түсуінен көрініс табады. Мырыш асқабақ тұқымында, сиыр етінде, теңіз өнімдерінде мол болады. Ал калий жетіспесе, бұлшықеттердің әлсіздігі, жүректің ауруы, қатты шаршау сияқты белгілер береді. Калийге бай өнімдерге банан, картоп, шпинат, авокадо жатады. Минералдарға бай өнімдермен қатар суды да мол тұтыныңыз. Себебі су минералдың жақсы сіңуіне себеп болады. Кофе мен алкогольді ішпеңіз. Олар ағзадағы минералдарды шығарып тастауға бейім болып келеді. Сөзімізді қорытындай келе айтарымыз, егер осындай белгілердің бірін байқасаңыз, дереу емделуді қолға алыңыз. Дұрыс тамақтанумен қатар дәруменді және минералды кешендер қабылдаңыз, бірақ алдын ала дәрігермен кеңесіп алғаныңыз жөн. Дәрумендер мен минералдардың жетіспеушілігін өтегеннен гөрі алдын алған тиімдірек. Сондықтан оңтайлы тамақтану, зиянды әдеттерден бас тарту, таза ауада үнемі серуендеу, сондай-ақ физикалық белсенділікті арттыру, жаттығулар жасау сияқты маңызды шараларға бет бұрыңыз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген емес пе, дана халқымыз. Сол себепті өздеріңізге қамқор болып, әрдайым сұлу да сап-сау болып жүріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Әрбір жаңа келген көктем бір нәрсені өзгертуге және жаңашылдыққа ұмтылдырады емес пе? Оның ішінде әсіресе әйелдер қауымының гардеробты жаңалауы жыл сайынғы үрдіс болып кеткендей. Биылғы көктем сырт киімдерге ерекше назар аудартады. Сәлем сұлуларым, бүгін осы жылдың көктеміндегі сәнді сырт киімдерге тоқталамыз. Ал сіздер арнамызды қолдап, лүпілдеріңізді басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Енді сырт киімдерге келсек, ең бірінші жабысып тұратын, дене белді көрсетіп тұратын пальто. Бұл модель силуетті тамаша етіп көрсетеді, және іскерлік те, романтикалық та көрініс үшінде өте қолайлы. Классикалық ұзын қара пальто ерекше сәнде, алайда басқа реңктерге де назар аударсаңыз болады. Сұры, шоколадты қоңыр, бардо, қанық қызыл және изумруд түстер. Егер эмбебаптылықты қаласаңыз, тік пальтоға белдік немесе жіңішке белбеу тағып алыңыз. Бір төсті тренчте сәнде, минимализм маусымның басты үрдісі. Артық бөлшектері жоқ бір төсті тренч пальто өткен ғасырдың 60-шы жылдарын еске түсіреді. Көйлек жаға және бір қатардағы түймелер бұл модельді талғампаз етеді. Сіз бұл пальтоны классикалық үлгіде де жібек орамалмен, безендірілген жағалармен немесе ірі әшекейлермен көп қабатты стильде де кие аласыз. Сондай-ақ бомберлерде сәннен шыға қоймады, бірақ көлемді модельдеріне назар аударыңыз. Бөксе тұсында резеңге салынған үрленген шар тәріздес баллон бомбер осы көктемнің хиті. Мұндай бомберді джинсымен ғана емес, сондай-ақ іскер шалбармен де, қарындаш тәрізді белдемшемен де кие аласыз. Стильді және өзекті көрініс беру үшін өзіңізге 1-2 өлшемде үлкенірек бомбер таңдаңыз.
Келесі көлемді пальто, яғни үлкен иықты келген ерлер стиліндегі пальто сізге ерекшелік береді. Денеге жабысыңқы тұратыны да, бос тұратыны да трендте. Нейтралды түстермен қатар пастельді, яғни жалбыз түс, көкшіл және ақшыл түстерде сәнде болмақ. Келесі сырт киім былғары күрте. Ешқашан сәннен шықпайтын классика. Осы маусымда былғарыдан жасалған күртелер мен жейделерге ерекше назар аударылады. Байкер үлгісі де сәнге қайта оралуда. Былғары күртені бохо стиліндегі киімдермен біріктірсеңіз, ерекше көрініс ала аласыз. Шілтерлі блузалар, жеңіл көйлектер, романтикалық белдемшелермен киіңіз. Қысқа пальтоларда сәнге қайта оралды десек болады. Екі кеуделі және бір төсті модельдер үлкен иықты және о силуетіндегі түрлері ерекше трендте. Мұндай пальто іскерлік костюмдермен де, күнделікті киетін шалбарлармен де, ботильонмен және лофермен үйлесе кететін эмбебап сырт киім деуге болады. Кристиан Диор және Изабель Марант сәнелері көктемгі сәнге ұзын жылы пончоларды ұсынып отыр. Балама варианты шалбармен, белдемшемен, тіпті джинсымен де үйлесе беретін тоқыма пончолар болып табылады. Келесі жеңіл күртешелер, яғни ветровкалар. Бұларды бұрынғыдай тек джинсылармен ғана емес, енді классикалық шалбармен, жейдемен, тіпті көйлекпен де кие аласыз. Келесі күдері пальто, яғни замш плаштарда трендте болады. Әсіресе күдері тренч пальто ерекше сәнде болмақ. Түсіне келсек, кофе түсінен бастап сирен және көкшіл реңктерге дейін таңдай бересіз. Стильді көрініс жасау үшін күдері тренчті минималистік киімдермен, тік джинсымен, бір түсті лонгслифтермен және қарындаш белдемшелермен үйлестіріңіз. Енді көктемде сәнде болатын реңктерге тоқтала кетсек. Жетекші дизайнерлердің пікірінше табиғи түстермен қатар жарқын реңктермен нәзік пастельді түстерді үйлестіретін боламыз. Атап айтсақ, келесідей түстерге мән береміз. Бірінші шабдалы шырана түсі, жайлылық пен жұмсақтық тудыратын жылы нәзік реңк. Келесі көгілдір түс, теңіз бен әуені еске түсіретін сергіткіш реңк. Үшінші лимон шербеті реңкі, ашықта жарқын түс. Төртінші сирень туманы, лаванда түстес талғампаз және жұмбақ реңк. Бесінші зәйтін жасылы, эко-трендке ерекше мән беретін терең табиғи түс. Алтыншы түсіміз терракота, күнге күйдірілген саз түстес, жылы топырақты реңк. Жетінші түсіміз күннің батуындағы, яғни коралды реңк, көңілді де жігерлі қызғылт сары түс. Ең соңғысы жалбыз түсі, нәзік те сергектік беретін әдемі реңк. Бұл реңктерді әркім өз тері түсіне қарай сәйкестендіріп таңдауға мән беруі керек. Ол үшін тері типіне қарай киім таңдау туралы видеомызды бір қарап алыңыз. Енді осы аталған түстерді бір-бірімен қалай үйлестіруге болатынын қарастырайық. Бейтарап және пастельді реңктер, яғни шабдалы, сирень, жалбыз сияқты түстер романтикалық және талғампаз көріністер берсе, ашық жарқын реңктерді лимон шербеті, лазюрды және корал түстерін стильді аксессуарларға қолданыңыз. Ал табиғи реңктерді, яғни зәйтүн жасылы мен терракота түстерін табиғи маталармен үйлестіріп эко-эстетика жасаңыз. Тәжірибе жасауға қорықпаңыз. Алдағы көктемдік мерекелерде әдемі де жарқын болып жүруіңізге тілектеспін. Назарларыңызға рахмет. Жарасымды киіне білуде өнер. Сәлем сұлуларым. Бүгін көптен қозғалмай кеткен сән тақырыбына, оның ішіне дене бітіміне қарай киім таңдау жөнінде сөз қозғаймыз. Ал сіздер қазақ тілді контентімізді қолдап, лүпіл басып келе отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Дене бітімі толық ханымдар киім таңдауда өздеріне жайлы және сенімді болуын ең басты назарда ұстауы керек. Сондай-ақ стилистердің келесідей кеңестерін ескере жүрсе, киім үлгісі әдемі көрінері сөзсіз. Ең бірінші дене пішініне мән беріңіз. Әркім дене пішініне сәйкес киім таңдаса, киім жақсы отырады. Келесі кеңес тік сызықты киімдер киіңіз. Тік сызықтар немесе тіке кесілу сіздің денеңізді ұзын және тар көруіне көмектеседі. Үшінші түстер мен өрнектер. Яғни қараңғы түстер мен дене пішінін арықтау етіп көрсетуге болады. Дегенмен ашық және қанық түстерден де бас тартпаңыз. Тек үлкен өрнектерден сақтанғаныңыз үшін. Себебі олар көлем қосып көрсетеді.
Келесі аксессуарларға да мән беріңіз. Жұқа белбеу немесе үлкен сырға сияқты аксессуарлар сіздің стиліңізге әсерлілік қосады. Ал дұрыс таңдалған іш киім жалпы үлгіңізді жақсартып, киімнің әдемі отыруына көмектеседі. Алтыншы кеңес қабатталған киім үлгісі, яғни жеңіл жейде немесе жакет сияқты қабатталған киімдер үйлесімді көрініс жасайды. Соңғы кеңес жең ұзындығы 3-4 өлшемде болса, қолды визуалды түрде ұзын және әсем етіп көрсетеді. Ал дене бітімі арықтау ханымдар киім таңдарда дене пішінін тепе-теңдікте және сәл көлемдірек етіп көрсету керек. Бірінші, көп қабатты киімдер киіңіз. Жеңіл қабатталған киімдер денеге көлем қосып стильдік көрініс береді. Екінші кеңес, жұмсақ және ағып тұратын маталар денеге жабыспай, пішінге көлем қосады. Арықша киген ханымдарға келесі кеңес, жарқын түстер мен өрнектері бар киімдерді қолданыңыз. Ашық және қанық түстер немесе үлкен өрнекті киімдер денені толық әрі көрнекі етеді. Сондай-ақ көлденең сызықтарда денені толықтау етіп көрсетеді. Ал аксессуарлардан белді анықтап көрсететін жіңішке белбеулер пішінге үйлесімділік береді. Төртінші кеңес, қалталы және безендірілген киімдер киіңіз. Артық элементтері мен әшекейлері бар киімдер денеге қызығушылықты арттырады. Ал кең шалбарлар мен белдемшелер аяқтарға көлем қосып стильді көрініс береді. Келесі кеңес, иықты кеңейтіп көрсету. Жеңі ұзын немесе иығында жапсырмалары бар киімдер дене пропорциясын жақсартады. Соңғысы қысқа блейзерлер мен шакеттер, яғни белге дейін келетін қысқа сырт киімдер белді айқындап силуэтке көрік береді. Маңыздысы киімнің сізге ыңғайлы болып, өзіңізді сенімді әрі әдемі сезінуге көмектесуі. Енді адамның түр-түсіне қарай киім таңдауын қарастырайық. Түр-түске қарай киім таңдау сыртқы келбетіңізді жақсартып, жарқын етіп көрсетуге көмектеседі. Түр-түсіңізді анықтау үшін теріңіздің, шашыңыздың және көзіңіздің реңкін ескеру қажет. Түр-түстері әдетте 4 маусымға бөлінеді: көктем, жаз, күз және қыс. Әр маусымға сай келетін түстері болады. Яғни, бірінші көктем түсі. Терісі ашық, жылы реңді, шашы ашық алтын түстес, ашық қоңыр болып келеді. Ал көздері көк, жасыл, ашық қоңыр. Ұсынылатын түстер пастельді түстер, ашық сары, шабдалы түсі, ашық көгілдір, жеңіл қызғылт, ақшыл жасыл түстер. Келесі жаз түрі. Терісі ашық, салқын реңді, шашы ашық сұрғылт, анық қоңыр болып, көздері сұр, көк болады. Мұндай жандарға ұсынылатын түстер күлгін, лаванда, сұрғылт көк, жұмсақ қызғылт, көгілдір, пастельді жасыл түстер. Үшінші күз түрі. Терісі жылы реңді, шабдалы түстес, шашы қара қоңыр, қызғылт сары болып келеді. Ал көздері жасыл, қара қоңыр болады. Ұсынылатын түстер терең қызғылт сары, қола түсі, шоколад түсі, қанық жасыл, сарғыш, зәйтін түстері. Соңғысы қыс түрі. Терісі салқын, ашық немесе өте қара түсті. Шаштары қою қоңыр, қара және сұрғылт қара. Ал көздері салқын көк, қою қоңыр, сұры болады. Ұсынылатын түстері қанық көк, ақ, қара, қою қызыл, көкшіл жасыл және қанық күлгін түстер. Жалпы қорытындылай айтқанда, контрасты тері реңдері, мысалы өте ақ немесе қара тері үшін қанық, жарқын түстер жақсы үйлеседі. Ал жылы реңді терілер алтын түстес, жерге жақын түстермен үйлесім табады. Салқын реңді терілер салқын түстерді, мысалы көк, күлгін, ашық сұр түстерді жақсы көтереді. Түр-түсіңізді анықтап, сол бойынша киім түстерін таңдасаңыз, табиғи сұлулығыңызды ерекше көрсете аласыз. Мінеки ханымдар, бүгін дене бітіміне және түр-түсіңізге қарай әдемі де тартымды киіну туралы кеңестерімізді қарастырдық. Қазақ тілінде арнамызды қолдап, тіркеліп, лүпіл басып, шабыт сыйласаңыздар, алдағы уақытта сәнді де стильді киіну жөнінде видеолар салып отырамыз. Әрдайым әдемі болып жүріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ханымдар, алдағы уақытта арнамызда коллагеннің, сондай-ақ белсенді тағамдық басқа да қоспалардың денсаулығымызға пайдасы және шөптесін өсімдіктердің косметологияда қолданылуы
сұлулығымызды арттырудағы пайдасы туралы видеолар салатын боламыз. Сондықтан тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонымен қатар арнамда әрдайым шығып отыратын қысқаша видео, яғни шортс видеоларымды да қолдай жүріңіздер, лүпілдеріңізді баса кетіңіздер. Сіздерге алғысым шексіз. Рахмет.